А дегенім атаң, ақ тілекті батаң, ақыл сөзін тыңдап, ардақтай біл ботам. Ә дегенім әжең, әлдилеген анаң, әлпеш деген әкең, әспеттей біл балам. Бұ дегенім білім, білім жарық күнің, ашып берер саған бар әлемнің сырын. Бұ дегенім вокзал, кісі толған көп зал, келіп қалса пойыз, вокзалдан тез қозғал. Г дегенім гүлім, көрдің неше түрін, гүлмен бірге сенің күлімдейді күнің. Ғы дегенім ғарыш, болса дағы алыс, қазақ ұшып барған ғарыш бізге таныс. Д дегенім дәптер, дәптер толақ тор, дұрыс таза жазып, 4 пен 5 тап кел. Е дегенім есеп, есеп қиын десек, неше болар екен екешке мен есек. Қ дегенім қала, жан жағыңа қара, қатар-қатар үйдің қабаттарын сана. Л дегенім лағым, кезіп ауыл маңын, маңыраған кезде бір тынбайды жағың. М дегенім мектеп, кітабымды беттеп, мен өсемін оқып, мектебімде көктеп. Н дегенім наным, нанмен бірге әнім, наным менің нәрім, әнім менің сәнім. Ың дегенім аңдар, аңдар інді таңдар, қарға түскенізден аңның жолын аңғар. О дегенім орман, жан жануар толған, жеміс жидек теріп, орман кезу арман. Ö дегенім өзен, өзен бойын кезем, өзенде бар балық, өзім бірден сезем. П дегенім пілім, көрсеңдер де түрін, кәне, көрген кім бар, таудай пілдің тілін. Ö дегенім үкі, үлпілдейді түлкі, үп дегенде үкі, түлкі болды күлкі. Ф дегенім файл, поштамыз эмайл, алыстан хат келсе, жылдам жауап қайыр. Х дегенім халық, оқып білім алып, халық үшін іс қыл, бар күшіңді салып. Х дегенім жаһан, жаһанда бар нахан, нахан үлкен балық деп айтатын атам. Ц дегенім цеце, улы маса десе, циркуль одан үлкен, әлденеше есе. Ч дегенім чукча, сақалы бар шоқша, шаңғы тепсе қарды, боратады оқша. Ч дегенім чукча, сақалы бар шоқша, шаңғы тепсе қарды, боратады оқша. Ш дегенім шарша, шаршыны тез салшы, шыны шырша шаштан, шыны тауып алшы. Ш дегенім тапшы, кітабынды ашшы, бір-біріне қарсы, тұшшы менен ашшы. Ж дегенім жолда, жаңғалақтау болма, жасыл жанса жүгір, қарап сол мен оңға. З дегенім зебір, тұяғы оның темір, шөп іздесе шөлде, кірмейді оған шөгір. И дегенім ине, кіріп кетер, тиме, қадайды ғой әжең, ине менен түйме. Қысқа и дегенім қайда, бар ғой қаймақ майда,
Сайда жүрген ойнап, тайынша мен тайда. К дегенім кітап, көп оқыған ұтат. Күшті болсаң кәне, кітаптан тез кітап. Р дегенде ретте, рет-ретмен бетте. Дәптер, кітап бәрін ретсіз ашып кетпе. С дегенім сурет, көрдің бе сен бір рет. Сонша неге тәтті суреттегі сурет. Т дегенім талап, көңіліңмен қалап. Талапты бол сенде, оқып жақсы сабақ. У дегенім уыз, уыз жейді ауыз. Уызына тойған, қозы болар нағыз. О дегенім ұлан, аузында ұран. Ту көтеріп тұрған, ұлан нағыз қыран. О дегенім ыдыс, шығарады дыбыс. Ынтымақты үйде, ыдыс толы ырыс. Дегенім інім, бауырым ғой, күнім. Қызықтаймыз оның балдай тәтті тілін. Дегенді ізде, көріне ме көзге? Элеватор, эпос, бар ғой біраз сөзде. Ю дегенім ою, ойлап ойып қою. Аю ұқсап маймақ, қою балға тою. Я дегенім аяз, мал тоңады ояз. Аяз қысқан кезде су қатады саяз. Темір қақпақ. Бір күні Тайбек, Сайраш, Доскен үшеуі үй сыртында арлы-берлі жүгіріп, жарысып ойнап жүреді. Кенет Доскен шаттан айғай салды. Мұнда келіңдер! Мұнда! Мен керемет шұңқыр тауып алдым. Балалар алағайлап, шауып келді. Үй сыртындағы тар соқпақтың дәл ортасында үңірейген үлкен шұңқыр пайда болыпты. Таласа тармаса тесіктің жиегіне тақалып, тесіле қарап, түбін көруге тырысты. Бірақ шұңқыр терең әрі қараңғы екен, түбі көрінбейді. Оның ішінен салқын леп соғып тұр. Ар жағынан әлде бір күңгірлеген дыбыстар естілгендей болды. Балалар бұрынғыдан да өстеніп тесікке түсіп кете жаздады. Бірін-бірі итермелеп, шұңқырға тас лақтыра бастады. Үй сыртындағы соқпақпен адам аз жүретін. Бүгін демалыс, сондықтан тіпті ешкім көрінбейді. Өздері оңаша ойнап жүрген балалар қызыққа әбден кенелді. Бір кезде Сайраш сәл шегінді де жүгіре басып келіп шұңқырдың үстінен қарғып өтті. Оны көріп Тайбек пен Доскенде қарғыды. Шұңқырдан қарғу бұларға бір тамаша, жаңа ойын болды. Қыза-қыза Доскен бір аяқпен секіруді бастады. Онымен бәсекелескендей болып, Тайбек те секіріп өтті. Міне, маған қараңдар деп, ұрандап келіп ырғыған Сайраштың аяғы тайып кетіп, ол шұңқырға құлап түсті. Жанталасып екі қолымен шұңқырдың ернеуінен ұстап, әрең ілініп тұрған қызды Доскен ұстай алып, тартып шығармақ болды. Тайбек оған көмекке ұмтылып, жете бергенде Сайраш ойбайлап, ары қарай құлады. Қыздың қолынан мықтап ұстап, еңкейіп тұрған Доскен бірге кетті. Амалы құрған Тайбек «Ата, ата!» деп айғайлап, үйге жүгірді. «Ата, ата! Доскен мен Сайраш шұңқырға құлап кетті!» деп, ол бақырып, Баян ата таяғын ала салып, жүгіре басып далаға шықты. Көршілері Доскен мен Сайраштың әкелеріне болған жағдайды тез хабарлап, барлығы үй сыртындағы шұңқырға алқынып жетті. Қараса, тура тар соқпақтың ортасындағы жер асты құбырлары құдығының темір қақпағын біреулер алып кеткен екен. Сондықтан шұңқырдың беті ашық қалыпты. Үлкен кісілер «Доскен, Сайраш!» деп айғайлап еді, балалар жауап бермеді. Олар бөгелместен шұңқырға секіріп түсті. Шұңқырдың іші кең екен. Қара көлеңкі күңгірт жарық көз талдырады. Доскеннің әкесі дәу ұста қалта шамын жағып, бұлар жан-жаққа тесіле қарай бастады. Қанша тесіле қараса да балалар көрінбейді. Тіпті дыбыс жоқ.
Доскен, Сайраш деп айғайлап жіберді. Тайбек шыдай алмай, жауап болмаған соң, Баян ата мен көршілері қоса дауыстап, ілгері қарай жүрді. Бір кезде көп құбырлардың ар жағындағы бір қуысқа тығылып тұрған балаларды көздері шалды. Бұларды көріп, қолдарын көтеріп, ұмтылғандай болды. Анықтап қарағанда, барлығының да зәресі ұшып кетті. Сайраш пен Доскенді әлде бір жыртқыштар қоршап алыпты. Үлкендегі күшіктей, көздері от шашып, азу тістері сақылдаған беймәлім жыртқыштар балаларға үнсіз тесірейе қарап тұр. Үрей ұшқан балалар сөйлей алмай қалған екен. Бұларды көріп, дауыстап жылап жіберді. Бірақ тырп ете алар емес. Жер астындағы су жүйесінің бірі жуан, бірі жіңішке құбырлары араларын бөліп, бөгет болғандықтан үлкендер олардың жанына бара алмады. Мынау кәдімгі егеу құйрықтар емес пе деп дауыстап жіберді Баян ата. Осынша үлкен болып кеткендер қалай деп таңғалды ұста. Сайраштың әкесі кәсіпкер еді. Қымбат телефонын алып, полицияға хабарласты. Оның сөзін тыңдап болғасын полиция капитаны: «Немене? Біздің тышқан ауылдан басқа жұмысымыз жоқ па?» деді ренжіп. «Ойбай, мыналар жай тышқан емес, үлкендігі қорқау қасқырдай бір құбыжық тышқандар, өте көп», деді әкесі. «Жарайды», деді капитан. «Тезірек жетуге тырысыңдар», деді әкесі телефонын сөндіріп. Егеу құйрықтарымен жер сабалап балаларға жақындай берді. Құбырлардың арасынан, қуыс-қуыстардан тағы да келіп қосылып, бірте-бірте көбеюге айналды. Доскен мен Сайраш шыңғырып, бұрышқа тығыла түсті. Көршілер шыдай алмай ұмтылып жақындап келді, бірақ қолдарында Баян атаның таяғынан басқа құрал да жоқ. Төбесі аласа, қалтарыстағы қуысқа еркін кіре алмай амалдары таусылуға айналды. Сол кезде әлдеқайдан бір алып тарғыл мысық екпіндеп жетіп келді де, егеу құйрықтарға қарсы айбат шегіп тұра қалды. Бұл мысық сілеусін сияқты үлкен, күшті әрі айбарлы екен. Алғашында оның қаһарынан қаймығып, шегіншектеген егеу құйрықтар қайтадан топтасып, сіресе түсті. Тарғыл мысық жан жағына отты көзімен бір қарап шықты да, кенет адамша сөйлеп қоя берді. «Сәлеметсіз бе, Баян ата?» «Сәлем», деді сасып қалған Баян ата. «Сен мені қайдан білесің?» «Баяғыда мені балалар тар құбырға тығып жіберіп, жан даусыммен мияулағанымды қызық көріп жатқанда, сіз келіп суырып алып, құтқарып жібергенсіз. Есіңізде ме?» Баян ата есіне түсіре алмай, ұялыңқырап қалды. «Оқасы жоқ», деді тарғыл мысық. «Жасаған жақсылығыңды ұмытқан айып емес. Біреуден көрген жақсылығыңды ұмытпау керек. Мен онда кішкентай бала мысық едім». Тарғыл мысық терең күрсініп, көзін бір жұмып, бір ашты. Доскенге керіле бір қарап, сөзін жалғады. «Я, мен кәдімгі үй мысығымын. Сенің мысығыңмын. Доскен, сен мені кішкентай күнімде ойнау үшін сатып алдың да, құмарың басылғанша құлағымнан тартып, көкке лақтырып, жұлмалап, әбден азаптадың. Суға жүздірдің, отқа күйдірдің, тар құбырға тығып жіберіп, өлтіре жаздағанда сенсің. Ол аздай иттермен төбелестіріп талаттың. Ақыры жараланып, арып ашыған кезімде далаға лақтырып тастадың. Есіңде ме, Доскен?» Доскен ұялып, төмен қарады. «Мен содан көше кезіп, қаңғы бас мысық болып кете бардым. Суыққа тоңдым, ыстыққа күйдім. Көрінген бала таспен ұрып, көрінген ит ырылдап қуатын. Қоқыстардан қалған құтқан тамақтарды жеп, күнелеттім. Ақыры, адамдардың тамаққа қосқан ғаламат қоспаларының әсерімен өзгеріп, осындай алып мысық болып кеттім. Жер бетіндегі азапты өмірден қашып, жер астына түскенде ғана көзіміз ашылды. Мұнда өз қуысымыз бар, өз еркіміз өзімізде». Ол сөзін аяқтағанша, егеу құйрықтар тақалып келіп шабуылға шықты. Тарғыл мысық көз ілеспес шапшаңдықпен алдыңғы аяғымен қағып жіберіп, бірнешеуін ұшырып түсірді. Олар шиқылдап, кері шегінді. «Мыналарда әуелде кәдімгі көр тышқан болатын», деді мысық.
Бұлардың ата-бабалары ежелден адамдардың тамақ қалдықтарын, қоқыстарды жеп қоректеніп жүретін. Ал бірте-бірте азық-түліктердің барлығына дерлік әртүрлі жасанды қоспалар араластырылатын болды. Солай емес пе? Міне, соның салдарынан көрші-шыққандардың тұқымы өзгеріп, осындай құбыжық болып кетті. Егеу құйрықтар еңкейіп, мұңайып, мысық бір ағырғып, құбырға шығып алды. Дүние кезек деген осы, деді ол. Енді мына құбыжық егеу құйрықтардан сендерді менен басқа ешкімде құтқара алмайды. Бірақ, доскен, сен үшін басымды қатерге тігіп, шайқасуға тіпті зауқым жоқ. Ал Сайрашты неге құтқармайсың? Оның қандай жазығы бар деп дауыстап жіберді әкесі. О, Сайраштың жазығы бәрінен үлкен. Оның өзі болмаса да әкесі сен жазықтысың. Сондықтан сен жауап беруің керек. Сайраштың кәсіпкер әкесі үндей алмай қалды. Неге? Не үшін деп Баян ата мен ұста шу ете түсті. Оны көршілеріңіздің өзі айтсын. Баян ата мен ұста кәсіпкер көршілеріне сұраулы жүзбен қарады. Ол сасқалақтап, мен темір қақпақ ұрлаған емеспін ешқашанда, деді. Иә, ұрлаған жоқсың. Бірақ сен ұрланған темір қақпақтарды арзанға сатып алып, шетелге қымбат сатып, пайда тауып келесің. Сен ақша төлейтін болған соң, ұры қарылар көшедегі темір қақпақтарды ұрлап апарып саған өткізіп жүр. Егер сен ақша төлемесең, ешкімде қақпақты ұрламас еді. Сенің күнәң ұрылардан да ауыр. Кәсіпкер ұялып төмен қарады. Баланың жазығы жоқ қой, деді Баян ата. Қолыңнан келсе, бір жолға құтқарып жібер. Бәлкім қателіктерін түсінер, енді қайталамас. Мысық жер тырналап, жан түршігерлік дауыспен шыңғыра мияулап жіберді. Сол сәтте қуыс-қуыстан, құбырлардың арасынан тарғыл жүндері күдірейген көптеген мысықтар қаптап кетті. Олар егеу құйрықтарға тарпа бас салды. Егеу құйрықтар тым-тырақай қашып, қараңғы қуыстарға кіріп жоқ болды. Сайраш пен Доскен ақырын басып, бері шықты. Әкелері оларды құшақтай алды. Осы сәтте жүгіре басып, полиция капитаны келді. Жауынгер капитан жалмажан пистолетін мысыққа кезеп атып жіберді. Бірақ Баян ата оның қаруын таяғымен қағып үлгерді. Оқ мысыққа тимей, қабырғаға қадалды. Тоқта, тиме оған, деді Баян ата. Тағы да атуға оқтала берген капитанға, ол біздің досымыз. Капитан мырс етіп пистолетін қабына салды. Қандай батыр, қаһарман капитан? Мяу, мяу. Одан да ұрыларды уақытында ұстасаң етті. Мяу, мяу. Деп тарғыл мысық құйрығын бір болған еткізіп, затып жоғалды. Ауызға бәрі оңай, деді капитан, қарап қалмай. Рахмет, деп айғай салды оның соңынан Баян ата. Сақалын сипап, басын шайқады. Барлығы шұңғырдан шығып, балалар күн сәулесімен қосыла қуана күлімдеді. Бірақ үлкендер бір түрлі ыңғайсызданып үнсіз тарасты. Кешкісін дәу ұста шұңқырдың аузын ағаш қақпақпен жауып, бекітіп қойды. Жалмауызды жеңген бала. Ертегі. Пәтерде. Ерте демес, бүгінде. Қаладағы пәтерлердің бірінде 9 жасар Асан деген бала тұрады. Ол компьютерге өте құмар. Құмарлығы сондай, күні-түні соғыс киноларда, атыс шабыс, қырғын төбелес ойындарды көреді деп отырады. Тіпті өзі де сол ойыншықтарға еліктеп, бірге жүргендей сезінеді. Бір күні компьютердің экранына бір жауынгер жігіт пен қыз шыға келді. Мұздай қаруланған, түстері суық, қаһарлы. Қаланың ортасында талтайып тұрып, жігіт жұртқа айғай салды. Я капитан Джойбек, то есть капитан Уничтожай. А это симпотная Соямбике, чемпионка по сою-дзюцу. Алақанының қырмен тамағын қиып көрсетті.
жауынгерлерше киінген, бұлшық еттері бұлт екен. Соянбике сарт-сұрт соғып, секіріп теуіп, қарсы келгендерді ұшырып түсірді. Сойудзюцу, Соянбике, мисс, зарежу. Когда мы вместе, всем хана, капут! Вылезайте из вашей дыры, или мы уничтожим всех! Сожжем ваши дома, потопим в крови вашу землю. Так что пока целы, приползайте на четвереньках. Ах так, вы гордые. Хотите жить свободно? На вам свобода и равенство! На, получайте! Жойбек пен Соянбике қаруларынан оқ жаудырып, қаланы гүрс-гүрс жара бастады. От, жалынға оранған қала қанға батып, жан түршігерлік дауыстар шыға бастады. Асан құлай беріліп, қимылдарын қайталап, елтіп отырғанда даладан мамасы кіріп келді. Әй, Асан, айналайын. Болды ғой енді. Бір мезгіл дем алып, далада ойнап келсеңші. Күні-түні компьютердің ішіне кіріп кете жаздайсың да отырасың, деді мамасы ренжіп. Асан анасының сөзін құлағына дәлмей, ойынын құмарта жалғастыра берді. Кино кейіпкерлеріне қосылып, пух, пах деп, бет аузына дейін қисаңдап, құбылып ойнады. Мамасы: Асан дейм, Асан! Ой, қашан тіл алып дұрыс адам боласың, а? Андағы компьютер дегенің денсаулыққа зиянды. Сарылып көп отыра берсең, ауырасың да қаласың. Бет аузың қисаңдап, тілің салақтап, көзің алақтап, басың қалтылдап, иығың селкілдеп, қол аяғың дірілдеп, жындыханадан бірақ шығарсың. Сен бір күні бар ғой, Асан. Ал бірақ бәрібір компьютерсіз күн жоқ қазір. Мамасы: Я дұрыс қой, құлыным, бірақ әр нәрсе дәмімен деген. Шектен тыс құмар болған жақсы емес. Миың айналып, суми, көкми, зомби боп қаласың. Өстік қой осы ешқандай компьютерсіз ақ адам боп. Асан: Ой, мам, сендер сондай артта қалғансыңдар. Тіпті кісінің күлкісі келеді. Мамасы: Ой, сендер керемет болып қарық қылсаңдар, көрерміз әлі. Одан да бар, нан алып кел. Мың жерден мақтасаң да, андағың тамақ болмайды адамға. Асан еріне амалсыз қозғалып, шығып кете барды. Аулада бір топ бала ойнап жүр екен. Асан біреуін түртіп, біреуін қағып ойнап жүрген топтарын әдейі айдалаға теуіп жіберді. Кішкентай қара қыз Еркештің балмұздығын тартып алды. Қызға болысқан бір дәу баланы құйрығынан күмп еткізіп бір тепті. Анау төбелеспек болып ұмтыла бергенде, Асан қалтасынан бабочка пышағын суырып алып, «Убью! Уничтожу всех!» деп айғалады. Еркеш оған: «Қой кәне, таста пышағыңды! Ей, мұндай жаман бала болма! Мен саған қой дедім ғой!» деп ұрысып тастады. Асан сәл бөгеліп тұрды, қолындағы балмұздағын қара қыздың аузы мұрнына батты етіп жаға салды. Балалар шошып, қыздар шыңғырып жіберді. Айғай шуға жүгіріп келген мамасы Асанды қолынан ұстап алды. «Ах, оңбаған кішкентай қарақшы!» деп бұлқынғанына қарамай сүйреп алып кетті. Үй алдында Асанға: «Мен сені айдалаға, орманға апарып тастайын» деді. Асан: «Онда компьютерімді ала баруға бола ма?» Мамасы: «Жоқ, онда аң құстардың арасында жүретін боласың». Асан әлденені ойына алғандай үндемей қалды. Орманда. Мамасы машинамен Асанды орманға алып келе жатқанда, далада жайылып жүрген малдарды көріп, Асан қатты қызықты. «О, мам, қараш, қаншама ет пен тері. Мыналардың бәрін сойып тастап, базарға сатсақ, қанша ақша болар еді», деді ол шаттанып. Мамасы жұдырығын тыйып тастады. Орманға, көл жағасына, таудың баурайына келген соң, Асан асыр салып жүгіріп, тау тасқа секіріп ойнап кетті. Мамасы табиғатты тамашалап, кейіндеу қалды. Асан бірер аң құстарды көріп, тас лақтырды, ұстамақ болып қуалады. Құстың ұясын, құмырсқаның илеуін, суырдың інін бұзды.
Біраздан соң ұрлана басып машинаға келді. Багажнигін ашып, ораулы мылтықты алып, қайтадан аңғұс аулауға кірісті. Бір кезде бір еліктің лағын көріп, аңди бастады. Көздеп тұрып, атып жіберді. Мылтық дауысы тып-тыныш дөңіректі сілкіндірді. Орманда жүрген мамасы шошынып, жан жағына қаратта тұра жүгірді. Асан құлаған аңның қасына келді. Шала жансар, қансырап жатқан аңның көзі жаутаңдап, аянышты көрінсе де, Асан оған соншалық бір қатыгездікпен қарап тұрды. Алақай, алақай, өлтірдім, мен өлтірдім, ура, өлтірдім мен! Деп есерлене айғайлап, билей бастады. Сол кезде жер ойылып кетіп, бұл шұңқырға түсіп кетті. Тесіктің жиегіне, шөптерге жармасып, тұрмысып жатқанда, мамасы да жақындап, қолын соза берді. Бірақ үлгір алмады. Асан тереңге құлап кете барды. Сол ұшқан күйінде өкіріп, ұзақ уақыт шыр-шыр айналып, зуылдап кеткен Асан бір кезде бір жұмбақ, күңгірт әлемге топ ете түсті. Бұл жердің түрі де, дыбысы да өзгеше екен, тым-тырыс, тыныштық үрейін ұшырды. Құбыжықтар қолында. Әлгі жерде бір алып таусоғар орман тазалап жүр екен. Ол ақырын Асанды бақылап тұрғанда, қиқулап, сақылдап күлген дауыстар естілді. Кенет орманнан шыға келген бір құтырған құбыжықтар баланы бас салып, қол аяғын байлап, сырыққа асып, айдалаға ала жөнелді. Қаншер, жауыз деп, қолдары тарбиған, тістері ақсиған, тырнағы сояудай маймыл бет, жестірнақ. Жалмауыз, қорқау, деді алағандай қорқынышты көздері алақ-жұлақ. Жарқ-жұрқ еткен локатор құлақты, антенна мүйізді киборг робот. Қолға түстің бе бәлем, буындырып өлтіріп, бітеудей жұтып қояйын ба, деді семсертісті жолбарыс аранын ашып. Терісін тірідей сыпырып, шикідей жеу керек, деді бас арыстан, денесі аю, аяғы мен құйрығы динозавр сияқты құбыжық. Жоқ, отқа қақтап, шыжғырып, үйтіп жеу керек, деді басы марсиян, денесі адам, аяғы кенгуру сияқты құбыжық. О, табылған ақыл! Деп шу ете түскен басқа да неше түрлі қорқынышты құбыжықтар сақ-сақ күліп, билеп ала жөнелді. Бір алаңғайда отты лаулата жағып жіберіп, Асанның ойбайына қарамастан қақтауға кірісті. Бет аузы күйелеш-күйелеш болып түтіндей бастаған Асанға: «Қалай екен? Жазықсыз аңды өлтірген. Енді өзіңді өліп көр!» деп айналдырып қояды сырық ағашты. Асан басы айналып, дыбысы өшіп, есінен тануға айналды. Құбыжықтар ашқарақтанып, оның піскеніне шыдамай тырнақтарымен әр жерінен жұлмалап, жегілер келіп, таласа тармаса тартып қояды. Сол уақытта алып таусоғар ақырып келіп, әлгі құбыжық қорқауларды жан жаққа лақтырып шашып тастады. Асанды бірақ жұлқып босатып алып, аспандата лақтырып жіберді. Естерін жиған құбыжықтар таусоғарға жабылып кетті. Қырғын шайқас басталды. Карнавалда. Шырқырап ұшып кеткен Асан қазіргі заманғы үлкен сарайға, тұп-тура карнавалдың үстіне топ ете түсті. Әр түрлі халықтардың ұлттық киімдерін киген әдемі қыздар мен балалар, жан-жануарлар сондай жарасып, билеп, думандатып жүр. Асан жан жағына таңдана қарады. «О, кел бізге қосыл, келе ғой!» деп қазақтың әдемі ұлттық киімін киіп алған баяғы қарағыз еркеш алдынан шықты. «Қане, бір ән салып берші!» Асан төмен қарады. Шетелдік бір ырғақты салған болды. Барлығы оны мазақтап ду күлді. «Әй, балақай, мұндай ән бізге таңсық емес, сен бізге өз халқыңның бір әнін айтып бер», деді ұлттық киім киген орыс қызы Маша. Асан: «Мен ән білмеймін?» «Тоқта, сен өзің кімсің?» деді поляк қызы Барбара. Асан: «Мен Асанмын». Барбара: «Жоқ, сенің ұлтың кім деймін?» Асан: «Мен қазақпын».
Маша: қазақ болсаң, қазақтың бір әнін айтып бер. Асан: мен қазақша ән білмеймін. Қыздар: ойбай, ұят-ай. Өз елінің әнін білмейтін де кісі болады екен, ә? Ой, масқара. Маша: ал жарайды, сонда не білесің? Асан: мен компьютер білем, одан ылғи ойын, кино көрем, музыка тыңдамайым. Барбара: қане, қандай өнерің бар? Көрсет бізге. Асан: міне. Асан атыс жарылыстың дыбысын салып жауынгерлерше қимылдап көрсетті. Бәрі ренжіп: қойш, қанішер құсамай, деді. Сол кезде Еркеш ашуланып: ал, бұл бала шынымен қанішер, ол еліктің лағын атып тастады, деді. Бәрі теріс айналды. Маша: мен мұндай жауыз баламен дос болғым келмейді. Барбара: ал мен оның қасында тұрып бір ауаны жұтуға да жиіркенем. Мұндай әсем әлемде жауыз балаға орын жоқ, деп карнавалға жиналғандар Асанды қол аяғынан ұстап, шайқап лақтырып жіберді. Жан азабы. Қайтадан шырқап ұшқан Асан таусоғармен ұстасып, қаһарлана құлашын жазып тұрған арыстан басты, аю денелі, динозавр аяқты құбыжықтың құшағына топ ете түсті. Енді өлдау дегенде таусоғар оны жұлып алып қаша жөнелді. Қорқаулар шуылдап тұра қуды. Бір кезде алдарындағы бір үлкен көлдің жағасына тоқтады. Құбыжықтар жақындап, енді ұстайдау дегенде таусоғар көлді бір-екі сораптап, ұрттап қойды. Асанды алып өтіп кеткен соң, қайтадан суды орнына құя салды. Құбыжықтар суды малтақтап қалып қойды. Бұлай шығып естерін жинап, шөлдеп, шаршап келе жатып, бір ағын суға кез болды. Сөйтсе, бұл Асан атқан еліктің мекен екен. Жаралы лақ сұлқ жатыр. Елік қайғыға батып, лақтың аман қалуын тілеп, жылап сықтап отыр. Бір бала атып кетіпті, деді сұраулы жүзбен қараған таусоғарға. Асан ұяттан қып-қызыл боп, қайда тығыларын білмей, жаман састы. Ананың мұңына ортақтасып, Асан тұңғыш рет өз ісіне өкініп, бірге қайғырып, жаралаң тірі қалса екен деп тіледі. Таусоғар да мұңайып отырғанда, әлде қайдан Еркеш сап ете түсті. Міне қанішер, жазықсыз аңды атқан бала осы, жауыз, жалмауыз, деді Асанға тап-тап беріп. Асан: жоқ, өтірік, мен емес, деп жалтарды. Таусоғар екеуін арашалап айырып алды. Лақ көзін ашып Асанға мұңая қарады. Елік баяу, ақырын өксіп: сен бе, неге аттың дейм менің балақайымды? Қалай ғана қолың барады, қайтып қана көзің қиды. Асан жылап жіберді. Таусоғар: әй, балақан, рас па? Шынымен сен аттың ба? деп сұрады. Асан жыламсырап, міңгірлеп, ештеңе дей алмады. Таусоғар бұрылып кетіп қалды. Асан көзінде жас мөлдіреп, ауыр қайғыға батқан елікке, шала жансар лаққа қарай алмай, қашып шығып, бет ауған жаққа қаңғи берді. Қаңғып келе жатып, өксіп жылады. Өз басын өзі тоқпақтап, ағаштарға, тау тасқа ұрды. Күйініп, жерге домалады. Домалап келе жатып, бір керзетікке тірелді. Қорқаулар қоршағанда. Бұл капитан Жойбек еді. Қасында Соянбике, спецназ ниндзя, робот, қарақшылар сияқты киінген автомат, гранатомет, садақ, найза, қылышпен қаруланған бір топ адам бар. Капитан Жойбек домалап жатқан Асанды жерден көтеріп алып, ауада салақтатып біраз тұрды. Жерге түсірді. Капитан Жойбек: әй, Асанчик, қорқпа, қайғырма да мұңайма, мүжілме де түңілме, қардай болып сөгілме, бордай болып үгілме, мұздай болып еріме, қыздай болып егілме, қаһарыңа мін, қайратыңа сен. Автомат, граната, қанжар ұсынады. Қара орманды қан сасытып, бірін қоймай қырып сал.
сені ұялатып, орталарынан қуған екен, көрсет оларға. Ұяттарымен қосып өртеп жібер барлығын. Асан алғысы келмей қашқақтады. Капитан: «Әй, бала! Балашка! Біздің саған жанымыз ашып тұр. Бізге қосылмасаң, жалғыз қаңғып қаласың. Әй, мейлің, қазір жануарлардың бәрін өзіміз-ақ қырып тастаймыз да, жаласын саған жаба саламыз. Содан кейін барлық халық сені қанішерлердің қатарына қосады. Атыңды мәңгілікке қара тақтаға қарғап сілеп жазып қойса, жақсы бола ма?» Асан: «Жоқ!» Капитан Жойбек: «Олай болса бізге қосыл. Ерліктер жаса, батыр атанып, атақ даңққа бөленгің келеме өзі?» Асан: «Иә!» Капитан Жойбек: «Онда не тұрыс, а? Мә!» деп қаруды тықпалайды. «Атты таста!» Асан: «Жоқ, мен енді тірі жанды өлтіргім келмейді». Капитан Жойбек: «Солай ма? Сонда мына біз қорқау екенбіз ғой сеніңше. Жарайды. Қорқаудың қандай болатынын көрсетейін мен саған». Қолымен нұсқап белгі береді. Жауынгерлер әп сәтте баланы қаумалап, қолдан қолға қақпақылдап, жуан зәулім қарағайға керіп байлап тастайды. Капитан Жойбек: «Ал, қалай екен, көзде батқан. Батыр болсаң, тік қарап тұр». Соянбике садағын көтеріп, көздейді. Асан тыпырлап, көзін жұмып, басын қисаңдатып, жанталасады. Ысқырған жебе тура төбесінен екі елі жоғары қарағайға қадалады. Жан жағына қадалады. Асан қорқып, шыңғыра бастайды, бұлқынады. Капитан Жойбек, Соянбике бастап, бәрі мазақтап күледі. Капитан Жойбек пистолетін саусағында айналдыра ойнатып, көздемей тез-тез атып жібереді. Баланы байлаған арқанды қиып түсіреді. Соянбике енді қанжар, найза лақтыруға дайындалып, көздеп тұрып, жіберіп қалғанда Асан бір жағына аунап кетеді. Бағанадан бері бұларды бақылап жүрген таусоғар оны іліп ап, қаша бастайды. Қарақшылар қуып жетіп, қоршап алады. Таусоғарды атпақ болып, қаруларын кезей бастайды. Сол кезде қатты дауыл соғып, төңірек қап-қараңғы болып кетеді. Әлгілердің бәрін үрей буып, қимылдай алмай қалады. Дауыл басылып, күн ашылғанда бәйтеректің басына алып самұрық құс келіп қонды. Саңқылдап, қанатымен ауаны кескілеп, суылдатып, бір-екі сипап барлығын алдына жинап алды. Самұрық: «Біздің ертегілер әлемінде қан төгіске, жауыздыққа, арамдыққа, өшпенділікке, қулық сұмдыққа, былықшылыққа орын жоқ. Ертегілер әлемі қайырымдылық, адалдық, сұлулық, әділдік әлемі. Қан төккен, өтірік айтқан, біреуге қиянат, зорлық, зомбылық жасаған адамдар бұл әлемге лайық емес. Ондай оңбағандардың орны қоқыстар мен қорқаулардың арасында. Жоғалыңдар бұл арадан!» Самұрық қанатын қомдап, қағуға ыңғайлана бергенде Капитан Жойбек алға шығып: «Уа, ертегілер патшасы! Дат!» дейді. Самұрық: «Датың болса айт». Капитан Жойбек: «Мен, Капитан Жойбек, қаншама қырғын соғысты көрдім, қырдым, жойдым, өйткені амалым болған жоқ. Соғыстың аты соғыс. Мен жауды өлтірмесем, жау мені өлтіреді. Соны ескерсеңіз екен, әділ патша». Самұрық: «Капитан Жойбек, атың өшкір. Соғыссаң, не үшін соғыстың? Біреудің жерін тартып алу үшін, билеп төстеу үшін соғыстың. Біреуге жалданып, ақша үшін соғыстың. Жұрттың үйіне барып,
ойран салдың, сондықтан саған кешірім жоқ. Капитан Жойбек: олай болса, мына балаға неге ара түсесіздер? Жазықсыз, қорғанышсыз еліктің лағын атып тастаған оның күнәсі емес пе? Әділ болсаңыз, мұның да жазасын беріңіз. Самұрық: бұл кішкентай қанішердің де орны сендермен бірге. Кетсін аулақ. Бағанадан бері үрпейіп тұрған топ енді балаға қарады. Капитан Жойбек Таусоғардың қасында тұрған Асанды іліп әкетпекке оқтала бергенде, Таусоғар оның қолынан қағып жіберіп: о ертегілер әлемнің падишахы, дат! деді. Самұрық назар аударды. Таусоғар: Асанның күнәсі үлкен, қылмысы ауыр, бірақ бұл енді өз қатесін түсініп, қатты өкініп жүр. Жойбек берген қаруды алған жоқ. Мен Асанға сенемін. Біз оған көмектесейік, мүмкіндік берейік. Самұрық ойланып, қанатын сипай қағып қалғанда, әлгі жауынгер топ ғайып болып кетті. Тек Асан мен Таусоғар ғана қалды. Орманнан аң құстар ақырын басып, сақтана жинала бастады. Елік те келді. Аңдар: мына кішкентай қанішердің жазасын беру керек, сазайын тартсын, деді жамырап. Орманды ауыр үнсіздік басты. Асан алға шығып, елік анаға қарап, тізерлеп, басын иіп отырды. Көзіне жас тұнған. Самұрық, елік ана, жаралы лақ, аң құстар, Таусоғар бәрі де мұңайып, ойға батып кетті. Самұрық: жаралы лақтан әлі де үміт бар. Өлі су мен тірі суды әкеліп берсе, жазылып кетер еді. Бірақ ол су жалмауыз кемпірдің қолында. Оның қол астындағы сиқырлы атырапқа біздің де біріміз бара алмаймыз. Оған тек адамзаттың баласы ғана бара алады. Асан: мен барып әкеліп берейін. Самұрық: бірақ бұл сапар өте қауіпті. Ол жаққа барғандардың бірде-бірі аман қайтқан жоқ. Асан: еліктің лағы өлсе, маған да өмір жоқ. Рұқсат болса, мен барайын, ұлы падишах. Самұрық: сен шынымен өкініп, қайғырып жүрсің бе? Асан: иә. Самұрық: егер шынымен қайғырсаң, онда мүмкіндік бар. Шын жылаған адамға жалмауыздың жаны ашу мүмкін. Бірақ байқа, өкінгенің өтірік болып шықса, жалмауыздың жанындағы жәдігөй, сиқыршылары ар жағыңдағы ниетіңді жазбай таниды. Онда өмірмен қоштаса бер. Я қаныңды ішет, я бір мұлқау құбыжыққа айналдырып, мәңгілік қарауылға тұрғызып қояды. Асан: жоқ, шыным, нар тәуекел. Самұрық құптап, қанатын сермеп жібереді. Жалмауыз апа. Жалмауыздың жері ұшы қиыры жоқ, тау тасы, орман тоғайы аралас, жазық екен. Неше күн, неше түн жол жүріп, арып ашып келе жатқан Асанды кенеттен бір төп жәдігөй сиқыршылары бас салып байлап алады. Жаны қысылған Асан: соңғы тілегімді беріңдерші, ақырғы тілегім, деп ышқынды. Асанды қара тасқа айналдыруға оқтала берген жалмауыз бен сиқыршылар тоқтай қалды. Жалмауыз: ал, айт ақтық тілегіңді. Тек қана ішімізді пыстырып көп мұжып кетпе. Асан: тілегім сол, менің сөзімді тыңдасаңыздар болды. Жалмауыз жалба-жұлба шашын сілкіп жіберіп: жарайды, жәдігөйлерім, сиқыршыларым, аярларым менің, тыңдаңдар түгел, аузын бағыңдар да сынаңдар. Сөзінде мынандай ғана өтірік болса, бел ауырынан қара тасқа айналдырып, желдің өтінде
күннің көзінде мәңгі бақи қара далбағай жамылып, қара қарғаларды бағып, қара бет атанып, қарауыл қарап тұратындай ғып, қатырып тастаңдар. Ал егерде шынын айтса, шырай беріп, шырағын жандырыңдар. Ал қане, сайрай бер балақай. Асан ақтарылып, барлық оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Сиқыршылар үнсіз тыңдайды. Асан әңгімесін аяқтап, егерде еліктің лағы өлсе, маған да өмір жоқ. Ондай ауыр күнәні арқылап, өмір бойы жан азабын тартқанша, не өліп кетейін, не тірі суды сұрап алып, лақты да, өзімді де аман алып қалайын деп келдім. Сиқыршылар: рас айтат, рас, сөзінің бәрі шындық, десті. Сол кезде жалмауыз жалба-жұлба шашын сілкіп-сілкіп жіберіп, сақылдап тұрып күлді. Сояудай тырнақтарын тарбитып, Асанның бетіне тақап, көзіне үңіліп, зәресін ұшырды. Қалшылдап билеп, қатты айғайлап жіберді. Өтірік айтасың. Мен сенің бірде-бір сөзіңе сенбейм. Ойың басқада. Жәдігөйлердің зәресі кетіп, жапа тармағай жапырылып, жалмауыздың аяғына жығылды. Дұрыс айтасыз, сіздікі жөн. Бірақ бұл бала шынын айтып тұр. Біз соны сезіп тұрмыз, десті шуылдап. Жалмауыз: адамзат өтірік айтуға әбден төселіп қалған. Шыны қайсы, жалғаны қайсы, тіпті өздері де айырылмайды. Асан күйіп пісіп: мен бе өтірік айтып тұрған? Мен ешқашанда өтірік айтқан емеспін. Ешқашанда. Үйде де, көшеде де, мектепте де. Неге сенбейсіңдер маған? Жалмауыз: ойды айт. Шыншыл баланы қара. Көріп алыңдар өтірік айтпайтын кісіні. Есалаң! Ойланбастан кісіні сойып салатын сендей оңбаған балаға өтірік айту бұйым болып па? Асан: жоқ, ал Жалмауыз апа, өйтіп күйдірмеңіз мені. Онсыз да күйіп біттім. Жаным қиналып кетті. Не істейсіздер маған? Жалмауыз: оны әу баста қолыңа мылтық алып тірі жанды атарда ойлауың керек еді. Ол да өзіңдей жан иесі, оның да өмір сүргісі келеді. Өзіңді біреу атса жақсы көресің бе? Асан: мен көрген киноларда ешкімде ойланып жатпайды. Адамдарды топтап, қырып тастап, таптап кете береді. Жауап та бермейді. Жандары да қиналмайды. Сөйтсем, кісі өлтіру кинодағыдай емес екен. Жалмауыз: қан төгу, жауыздық жасау жағынан адамдар бізден әлде қайда озып кетті. Соларды көріп, біз соғысуды, жамандық істеуді қойғалы не жаман. Тек адамдар ғана әлі күнге тоймай, бір-бірін қырып жойып келе жатыр. Сен де болашақта даптайын қанішер болайынақ деп тұр екенсің. Бетіңнен жарылғасын. Бар да, шетінен қыра бер. Асан: жоқ, Жалмауыз апа. Осыдан еліктің лағы тірі қалса, ешқашанда ешкімге қол көтермес едім. Оқ атпас едім. Жалмауыз: солай де. Жаны қысылса, пенде шіркін Жалмауызды да апа дейді екен ау, Мен жақсылықпен жағаласып, адамзатқа жамандық жасап жүрген кезімде Жалмауыз кемпір едім. Әлі күнге сол атым қалмай келе жатыр. Әйтпесе, мойнымда нахақ қан жоқ. Мына қара тасқа айналғандар үшін өзімді кінәлі санамайым. Өздері кінәлі. Мәңгілік өмір. Тірі суды іздеп келіп, мәңгілік орындарын тапты. Ал сен аздап өкінген бола салып, оп-оңай жуа саламын дейсің бе нахақ қанды? Жоқ. Бәріне де жауап беретін кез келді. Бір гүлді жұлсаң да, бір шыбықты сындырсаң да есебі бар. Ендеше, сен де тарт жазаңды. Кет дегенде екі қолын серпіп қалғанда, Асан домалап,
бір қапасқа түсіп кетеді. Құтылу. Асан қараңғы, терең зынданда зарғып біраз отырады. Бір күні оны құтқаруға капитан Жойбек пен Соянбике бұқпантайлап еңбектеп келеді. Жойбек қарауылға қанжар лақтырады. Қанжары тасқа тигендей серпіліп ұшып кетеді. Соянбике бірақ ырғып, секіріп, қарауылды ектің астынан ұрып, сұлатып салады. Қамауда жатқан Асанға салбыратып арқан тастайды. Капитан Жойбек: Асан! Асана! Асанато! Біз сені құтқаруға келдік. Көрдің бе? Біз достарымызды жауға тастамаймыз. Енді сен бізбен бірге боласың. Біздің бармайтын жеріміз, алмайтын қамалымыз жоқ. Асанды қапастан алып шығады. Капитан Жойбек: Жүр. Қазір ана кемпір мен қарауылдардың бәрін бауыздап тастап, керегіңді алып кете береміз. Асан басын шайқап көнбейді. Соянбике оны құшақтап, түсінгендей арқасынан қағып, басынан сипайды. Капитан Жойбек қаһарланып: Онда өзіміз ақ жайғаймыз деп, арнайы операцияға кірісе бергенде Жалмауыз апа келе қалады. Капитан Жойбек тасадан бас салып, ұрып жықпақшы болады. Жалмауыз апа шыр айналып, бір қарауылды үшкіріп жіберіп, спецназ ниндзяға айналдыра қояды. Ниндзя Жойбекпен шайқаса кетеді. Біраздан соң Жалмауыз ол екеуін де, Соянбикені де, бүкіл жолдастарын да тас қарауылға айналдырып қояды. Жалмауыз: Бейбіт елдерге бүлік салғанда сонда едіңдер, енді тыныштықты күзетіп тұрыңдар осылай мәңгілік. Асанға қарап: Мені Жалмауыз дейшіңдер, ал мен кімді жалмадым? Кімге іздеп барып жауыздық жасадым? Міне, мыналардың бәрі де, тас мүсіндерді көрсетіп, осында байлық пен билік іздеп келгендер, және шексіз билікке құмар, тойымсыз, тірі суды ішіп, мәңгі өлмей билік құрғысы келеді. Ал мен бар болған ашкөз, жауыз пенделерге тірі суды бермей қалдым. Жойбек сияқты қанішерлер мәңгі өмір сүрсе не болар еді? Олар ештемеден тайынбайтын жүзі қаралар. Мен оларды қара тасқа айналдырдым. Жоқ, Жалмауыз мен емес. Жалмауыз мына сендерсіңдер. Мына сенің ішіңде Жалмауыз. Нұсқап көрсетеді. Сол іштегі жалмауыздарыңды жеңіп алыңдар. Сонда ғана нағыз адам боласыңдар. Жалмауыз сілкініп, әп-әдемі апа болып шыға келеді. Асан балам, мен мыңдаған жылдардың ішінде жеке басының пайдасы үшін емес, жаралы жанды аман алып қалу үшін басын қатерге тігіп келген бірінші адам. Сені көріп тұрмын. Сен шыныңды айттың. Дүниедегі ең үлкен керемет ол шындық. Сен мені апа дедің. Қандай жақсы апа болған. Мен сен ұялмайтындай жақсы апа болуға тырысайын. Сен де мен ұялмайтындай жақсы бала болуға тырыс. Жақсы ма? Ала ғой қасиетті суды. Апа мерейленіп, Асанды құшақтап, басынан сипайды. Өлі су мен тірі су құйылған өрнекті құтыны береді. Асан кетуге оқтала беріп, толқып тұрады. Асан: Рахмет апа, көп рахмет сізге. Тағы бір ауыз сөз бола ма? Жалмауыз апа: Айта ғой балам. Асан: Мына кісілерді босатыңыз. Жалмауыз апа: Жауыздық жасаған адамға жанашыр болу, жауыздықты қолдағанмен бірдей. Қаншама адамның қанын жүктеген қанішерлерге кешірім жоқ балам. Асан: Олар өз қателіктерін түсініп, өкініп тұр апа. Түзеліп, жақсы адам болып кетер бәлкім. Түрлері қандай? Тұлғалары қандай? Қара тасқа қалай қият көзіңіз? Жалмауыз ойланып, басын шайқап, бәрінде босатады.
арам ой, жаман істің бәрін тастап, жақсы адам болыңдар. Барлығы қаруларын тастап, апаға бастарын иіп, қоштасып жолға шығады. Жан талас. Жалмауыз апаның мекенінен ұзап шыққаннан кейін, қара киімді ниндзя бұларға ештеңе айтпай, аяқ астынан ғайып болып кетеді. Біраз жүрген соң капитан Жойбек ағаштан сойыл жасап алады. Ол Асанға бір түрлі қарай бастайды. Бір кезде бас салып, құтыны тартып алады. Соянбике Жойбекті қағып жіберіп, құтыны Асанға қайтарып береді. Асан қаша жөнеледі. Капитан Жойбек оны қуып жетіп, сойылмен ұра бергенде, Соянбике секіріп келіп, Асанды құшақтай қалады. Сойыл оның басына тиеді. Сол жерде Соянбике қаза болады. Асан орман ішінде ағаштың тасасына тығылып қаша береді. Жойбек қуат. Кенет бағанағы жоғалып кеткен ниндзя ағаштың тасасынан бас салып, Асанды алып соғып, құтыны тартып алмақшы болады. Жойбек жетіп келіп, «Мәсаған мәңгілік өмір!» деп ниндзяны бастан ұрады. Екеуі алысып жұлысып, әбден шайқасып, арпалыста бірін-бір өлтіреді. Асан құтыны алып, жүгіре басып жөнеледі. Арылу. Асан күміс құтыны алып келгенде, аңдардың бәрі дабдырлап, қуана қарсы алады. Ол құтыны самұрыққа береді. Самұрық жаралы лақтың аузына тірі суды тамызады. Түк әсері жоқ. Аңдардың бәрі аңтарылып тұрады. Елік мұңаяды. Самұрық күрсініп басын шайқайды. Бұл судың сиқырлы сандықта сақтаулы тұрғанына да мыңдаған жылдар болған шығар. Сандықта жатып жай су болып қалған сияқты. Бәрінің ұнжырғасы түсіп кетеді. Асан күйінгеннен жылап жібереді. Самұрық құтыны тоса қойып, Асанның көз жасын қосып алады. Самұрық: «Егерде тірі суға шынайы көз жасын қосса, бастапқы қасиеті қайта келеді деп бала кезімде әжемнен естіп едім. Оған да қаншама мың жыл өтті». Суды лақтың аузына тамызады. Лақ сілкініп, орнынан тұрады. Бірақ сылбыр. Самұрық: «Көз жасына шынайы таза күлкі қосу керек». Асан бет аузын тыржыңдатып, ішін басып, селкілдеп, қиқылдап, қарқылдап күлген болады. Әсер жоқ. Самұрық: «Жә, босқа өре болма. Қолығанды, жаны таза емес адамның күлкісі де таза болмайды. Амал не? Қош бол, Асан. Өкініш сабағын ұмытпа. Жақсы адам бол», деп қанатымен бір сипап қалғанда, Асан жер бетіне шыға келеді. Шықса, мамасы тесіктің аузында қайғырып отыр екен. Асанды көріп, қуанғаннан есі шығып, бір жылап, бір күледі. Ананың шын қуанған күлкісі бүкіл орманды жаңғыртады. Сол қуанышты күлкіге бір кезде көп күлкі қосылады. Сөйтсе, барлық жан-жануарлар жер бетіне шығып, қосыла шаттанып тұр екен. Жаралы еліктің лағы секіріп, ойнақтап, Асанды достық ықыласпен, тұмсығымен түртеді. Асан қуана күліп жібереді. Таза, сәби күлкісі. Адамдар мен аң құстар, Асан мен Еркеш табиғат аясында қол ұстаса әндетіп, билеп, жақсылық жырын жырлап, дүниені шаттыққа бөлейді.